Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жүктіліктің екінші триместрі. Бұл кезең жүктіліктің 4-6 айлар аралығын қамтиды. Екінші триместрдің соңында сіздің сәбиіңіздің бойы 30 сантиметрге дейін өсіп, салмағы шамамен 700 граммды құрайды. Сәбидің жынысын нақты анықтауға болады. Бұл триместрді анасының жатырында жатып, қылық шығаратындардың өздеріне назар аударатын уақыты деуге болады. Өйткені осы триместрде жатырдағы болашақ сәби қимылдайды, аяқтарымен тебеді. Алғашқы триместрге қарағанда бұл триместрде болашақ аналар өздерін айтарлықтай жақсы сезінеді. Алдыңғы мазалаған жайсыздықтардың барлығы тоқтайды. Жүкті әйел 4-6 кг салмақ қосып, сәбиінің қимылын анық сезіне алады. Бірінші рет жүкті болған аналар баласының қимылын 1-2 апта кешірек сезінуі мүмкін. Себебі сәбидің қимылы жай әрі нәзік болады. Анасы баласының қимылдап жатқан баса түсінбеуі де мүмкін. Ал алдында жүкті болған аналар қимылды ертерек сезінеді. Себебі ол ішіндегі сәби қимылдағанда қандай сезім болатынын біледі. Бұл кезеңде болашақ анаға күннің астында көп жүрмеген дұрыс. Себебі бетте дақтар пайда болады. Бұл дақтарды кейін кетіру қиынға соғады. Ал ол болашақ ананың эмоциялық жағдайына әсер етуі мүмкін. Егер теріңіз сезімтал болса, күннің әсеріне қарсы арнайы кремдер қолданыңыз. Сонымен қатар сіздің сәбиіңіз жылдам өсіп келеді. Сол себепті ішіңіздің терісі қатты созылады. Кейде қызыл сызықты дақтар пайда болады. Бұл сіздің ішіңіздің терісі ыдырай бастаған білдіреді. Босанғаннан кейін тыртықтарға айналуы мүмкін. Сол себепті дәріханалардан немесе жеке дәрігерден сұрап, арнайы терінің созылмалылығын жақсартатын жақпа майларды пайдаланыңыз. Бұндай тері ыдыраулары сонымен қатар санда да болады. Іштегі баланың азықтану жақсы болу үшін сіздің жүрегіңіздің қызметі бұрынғысынан 40%-ға дейін күшейеді. Қан айналымының күшеюі майда қан тамырларға, тіс еті мен мұрындағы қылтамырларға салмақ түсіруі мүмкін. Ондай кезде мұрныңыз қанайды. 4 айлық шарана. 4-ші айда баланың бұлшық еттері буындары қалыптасады. Ол енді бұрынғысынан да белсенді қимылдайды. Сондықтан анасының да оның алғашқы тебісін байқауы мүмкін. Енді баланың басына қарағанда денесі жылдам дамып өсе бастайды. Қол мен аяқтардың саусақтары толығымен дамып, тіпті олардың тек өзіне ғана тән суреті пайда болады. Баланың терісі әлі тым жұқа, оның әлі май талшықтары да жоқ. Сол себепті терісі қызыл болады. Дегенмен бала өзінің саусағын соралады. 5-ші ай. Бұл айдың басында оның бойы 15 сантиметрді құрайды. Қимылы бұрынғыдай емес, алғашқы тебулер байқалады. Ішіндегі шарананың белсенді қозғалысын анасы сезіне алады. Нәрестенің бүйрегі, май бездері жұмыс істей бастайды. Оның денесін майда түк пен қою майлы сұйықтық қорғап тұрады. Бұл түктер босануға жақындағанда өздігінен түсіп кетеді. Алайда кейде жаңа туылған сәбидің құлақтарының айналасында осы түктер қалып қоюы мүмкін. 5-ші айда шарананың басына шаш өседі және ақшыл түсті қасы мен кірпігі пайда болады. Шарана бойының ұзындығы қазір 5-ші айдың соңында шамамен 20 сантиметр болып қалады. 6-ші ай. Оның денесі тым арық, алайда қимылы белсенді. Ол үнемі қозғала бермейді. Кейде анасы ояу жүрген шақта ол ұйықтап жатуы мүмкін. Жатырдағы болашақ нәресте ықылық атады, тіпті жөтелуі де мүмкін. Ол сыртқы дауыстарды естиді, тіпті қатты дауыстардан селк ете түсуі де мүмкін. Сол себепті сәбиіңізбен қазірден бастап сөйлесіп, өлең айтып, еркелетуіңізге болады. Ұрыс жанжалдардан сақ болыңыз. Ол көзін сығырайтып, шекесін тыжырайту секілді қимылдарды жасай алады. Ішкі ағзалардың барлығы да қалыптасқан. 6-ші айдың соңында шарананың бойы 30 сантиметрге жуық болады. 2-ші триместрде болашақ анаға не қажет? Сәбидің дамуына байланысты ананың ағзасына бір қатар өзгерістер болады. Осыған орай бүйрегі ауыратын немесе жүрек қан тамыр жүйесінде сырқаттары байқалған әйелдердің өз денсаулығына баса назар аударуына тура келеді. Өйткені жүктілік кезінде дәл осы аурулар өршейді. Бұл кезеңде С дәруменіне қажеттілік 2-3 есе артады. Қырыққабатты және аллергияңыз болмаса, цитрустық жемістерде көбірек жегеніңіз жөн. Сәбидің қан жасушалары мен жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуы үшін фолий қышқылын пайдалану керек. Ол болашақ ана денсаулығы үшін де өте пайдалы. Сәбидің сүйектері мен тістеріне кальций, фосфор және Д дәрумені керек. Ол үшін балық, ірімшік және сүт тағамдарын тұтыну керексіз. Темір элементі қаназықтан сақтайды. Ол қарақұмық, бұршақ тағамдарында көп болады. Осы тағамдарды көбірек пайдалануға тырысыңыз. Термиялық өңдеуден өтпеген жаңа піскен жеміс-жидектерді жиі жеу керек. Жер алдын оларды дұрыстап жууды ұмытпаңыз. Бойыңызда ісік болмау үшін тұздалған және кептірілген тағамдардан бас тартқаныңыз жөн. Ісіну сіздің қимылыңызға ғана зиян тигізбейді, сонымен қатар баланың тамақтануына да кері әсерін тигізеді. Іш қатуын болдырмау үшін
Жүктіліктің бұл кезеңінде көптеген әйелдердің іштері қатады. Жүкті әйел тәулігіне 1-2 рет үлкен дәретке барып тұруы керек. Іштің қатуы ана мен бала денсаулығына өте зиян. Алайда прогестерон гормонының ықпалынан көптеген жүкті әйелдердің іштері қатады. Бұл ағзаны уландырады. Қанға ішектерден улы заттар енеді. Улы заттар баланың жолдасы арқылы іштегі балаға да барады. Іш қатуының көптеген себептері бар. Гормондардың өзгеруі, ішектерге салмақ түсіп, олардың басылуы және гиподинамия. Бұларды болдырмау үшін алдымен тамақтарыңызға көңіл аударыңыз. Таңертең аш қарынға 1 қасық бал қосылған 1 шынаяқ салқын су ішкен дұрыс. Көкөністер мен жеміс-жидектер жеңіз. Қызылша, апельсин, қарбыз, шие, қауын, қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, алхоры, қараөрік және алма. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.